Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін музыкалық саяхатымызды денсаулық зор байлық, тазалық денсаулық кепілі, денсау бала отанымыздың болашағы атты тақырыптарға арнаймыз. Денсаулық зор байлық деген сөзді қалай түсінесің? Денсаулығың жақсы болу үшін не істеу керек? Спортпен шұғылдану керек, тазалық сақтау керек, және тағы не істеу керек? Міне осы сұраққа да жауап ойластыр. Жаңбыр жаумай тоқтай тұр, дабылыңды соқпай тұр, саяғыңды төгендеп, үйіріңді топтай тұр. Үйге жетіп алайын, терезеден қарайын, моншағыңды бір-бірлеп, сонда отырып санайын. Деген көңілді моншақтар әні табиғатпен қоса бізді де тазалыққа шақырып тұрғандай. Тазалық туралы мультфильмдер, әндер жазылып жатыр. Міне осындай әндерді тыңдаған кезде естіп қуанасың, кейде мұңаясың да, ойланасың. Дыбыстар арқылы сол музыкалық шығарманың мазмұнын түсінесіңдер. Музыкадағы дыбыс бояуы тембр алуан түрлі болады. Біздің өмірімізді жарқырататын, жан-жағымызға сәулесін шашатын өмірдегі басты байлық не деп ойлайсыңдар? Әрине, ол денсаулық. Еліміздің әрі қарай өркендеуі үшін бүгінгі баланың дені сау, мықты болу қажет. Адам денсаулығы қоғам байлығы. Дені сау баланың көңіл күйі көтеріңкі болады. Еңбекке құлшына араласады. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі балалар сендердің қолдарыңда. Денсаулық зор байлық. Дені сау адамның көңілі шат, өмірі бақытты. Денім сау болсын десең, алдымен тазалық сақта. Таза ауада демалу, спортпен шұғылдану, денені күтіп ұстау, еңбек ету, дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтына жатады. Балалар, енді біз осы салауатты өмірге, тазалыққа арналған композитор Күнсайын Қуатбаевтың "Бұл не" деген әнін үйренеміз. Дыңғылдап күндесен, қолыңды сүйкесен, кетіп қырыласың, таптаза боласың. Кетіп қырыласың, таптаза боласың. Бұл не? Сабын. Аузы жоқ, көзі жоқ, тілі жоқ, сөзі жоқ, бірақ та тісі бар, басың мен ісі бар. Бірақ та тісі бар, басың мен ісі бар. Бұл